Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін біз қазіргі таңда хитке айналып жатырған пиджактарға, көйлектерге арналған гүл брошканың жасалу жолын үйренетін боламыз. Ол үшін ең алдымен менің каналыма тіркеліп, лайк басып, қоңырауша белгісін басып қоюды ұмытпаңыздар. Ол үшін ең алдымен бізге ақ фетр қажет болады және органза матасын осындай күлтешелер жасап қиып алатын боламыз. Сол күлтешелерді шырпымен немесе зажигалканың көмегімен осылай жиегін сетінеп кетпеу үшін күйдіріп алатын боламыз. Міне осылай күйдіріп аламыз. 3 размерін қиып аламыз. Үлкен, орташа, кішкентай қылып 3 размер қиып алатын боламыз. Енді ең үлкен размерінен бастап ыстық клеймен жиегінен бастап осылай бүріп айналдыра жабыстырып шығатын боламыз. Міне екінші жолды да мен жабыстырып шықтым. Енді үшінші жолын айналдыра жабыстырып шығатын боламын. Арты осылай. Міне үшінші жолды жабыстырып шықтым. Және төртінші жолды да қосып жібердім. Осылай жабыстырып аламыз. Енді сәндік үшін осылай стразаны ортасына тігуге болады. Және де артқы жағына осындай брошкаға арналған череуішті ыстық клейдің көмегімен жабыстырып қойсаңыздар болады. Сол кезде бізде өте әдемі гүл брошкамыз дайын болды. Өз қолдарыңызбен жасап, өздеріңізге жасап алсаңыздар немесе заказға сатсаңыздар болады. Назарларыңызға көп рахмет.